Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, сочный чебуреки дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін қамырына 700 грамм ұнға 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. 50 грамм сұйық май қосамыз. Және шамаменен 400-450 грамм ыстық қайнап тұрған су қосып, қасықпенен араластырамыз. Себебі қамырымыз ыстық болады. Заварной, яғни пісірілген қамыр дайындаймыз. Енді қолымызбен илейміз. Қамырымызды 20-30 минутқа тынықтырып қоямыз. Салмасына 600-700 грамм тартылған етке етімізді 2 рет ет тартқыштан өткізіп аламыз. 3-4 бас жуа қосамыз. Оны да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Тұз қосамыз және бұрыш қосамыз. Татымына қарай. Жақсылап араластырып аламыз. Енді шамаменен 50 граммдай су қосамыз. Араластырамыз. Енді тыныққан қамырды бөлшектерге бөліп аламыз. Одан 80 граммдық кішкентай бөлшектерге, күлшелерге бөлеміз. Күлшелерімізді дөңгелектейміз. Бетіне стрейч пленка жауып қоямыз, себебі қамырымыз кеуіп кетпеу үшін. Күлшелерімізді жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей, ішіне тегістеп, жұқалап, салмасын саламыз. Чебурегімізді шеттерін жақсылап жабыстырамыз. Майға қуырғанда ашылып кетпеу үшін. Осылай чебуректерімізді қуыруға дайындап аламыз. Майды қыздырамыз. Чебуректерді майда қуырамыз. Чебуректі салған соң табамыздың астын ақырындатамыз, себебі тез пісіп кетуі мүмкін, ішінде еті піспей қалуы мүмкін. Орташа отта пісіреміз. Сап-сары болғанша. Біздің чебуректеріміз дайын, өте дәмді, сочный болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды. Менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.